саламатсыздар студенттер. Текей Батыр Қатқыл атындағы жоғары колледждің арнайы пән оқытушысы Шыңқарбаев Алмат Мырзағұл. Бүгінгі сабақтың тақырыбы табиғи газды тасымалдауға дайындау, төмен температуралы сепарациялауға газды тасымалдау. Сабақтың мақсаты табиғи газды қатты бөлшектерінің болуы, газбен жанасатын компрессорлардың бөлшектерінің жылдам істен шығуына әкеліп соғады. Газ құбырларының арқауын және бақылау өлшеу аспаптарын бекітеді және құртады. Табиғи газды тасымалдауға дайындау кәсіпшіліктен алынатын табиғи газда бөтен кірмелер, құмдар, су булары, күкіртсутек, көмірқышқыл газы, ауыр көмірсутектердің конденсаттары. Газда қатты бөлшектердің болуы газбен жанасатын компрессорлардың бөлшектердің жылдам істен шығуына әкеліп соғады. Газ құбырларының арқауын және бақылау өлшеу аспаптарын бекітеді және құртады. Күкіртсутек зиянды кірме ауаның 1 литрінде 0,1 миллиграммнан көп мөлшерде болса, ол су болады. Алғау қатысында күкіртсутек металдардың күшті коррозиясын тудырады. Көмірқышқыл газдың зияндылығы ол газдың жылу бергіш қабілеттілігін төмендетеді және баласты қоспа болып табылады. Ілеспе газдарды мұнайдан бөлу, яғни алдарыңызда көрсетіп тұрған суретте бізде ілеспе газды мұнайдан бөлетін айырғыш сепаратор. Мұнаймен бірге өндірілетін ілеспе газды мұнайдан айыру қажет және тұтынушыларға бағыттау керек. Бөлу тораптар деп аталынатын арнайы қондырғыларда жүргізіледі. Бөлу тораптар екі кезеңмен жүргізіледі. Біріншісі мұнай мен газды бөлу, екінші газды мұнайдың шаң тозаңынан тазарту. Тораптардың 4 секциясы болады. Бірінші сепарациялық, екінші босату, үшінші шөктіру, төртінші тұндыру болып табылады. Келесі газ конденсатты кәсіпшіліктегі газ бен конденсатты бөлу. Яғни бізде көрсетілген суретте конденсация изотермалары, яғни графиктен сепарациялау температурасы төмендеген сайын конденсаттың шығымы көп артатыны көрініп тұр. Конденсатты жою конденсациясының максималдық қысымында жүргізіледі. Газ бен конденсатты бөлу төменгі температуралық сепарацияның арнайы қондырғыларында жүргізіледі. Яғни бізде суретте көрсетілген төменгі температуралық сепарациялау қондырғысының сызбасы. Бұнда тазаланған газдың және су буының конденсат сызбасы көрсетіліп тұр. Бұда газ ұңғымадан шлейф бойымен дросселдік шайба арқылы өтіп, онда қысымының дросселденуі және ұңғымадан келе жатқан газ бен конденсаттың температурасының төмендеуі жүреді. Одан әрі газ тамшы бөлгішке келеді. Шлейфтерде және дросселдеу нәтижесінде бөлінген конденсат ол жерде шөгеді. Бұл конденсатқа арналған сыйымдылыққа құйылады. Бұл жерден конденсат құбырға бағытталады. Тамшы бөлгіштен газды тоңазытқышқа келеді. Ол жерден газ сепарацияланған су газдың қарсы ағынымен суиды. Тоңазытқыштан кейін газ максималдық конденсациялау қысымына дейін реттелетін жалғастықта редукцияланады. Нәтижесінде оның температурасы дросселдік әсер шамасына төмендейді. Содан соң газ тік сепараторларға келеді. Ол жерде конденсат пен газ бөлінеді. Ол сепараторның тоңы болмауы үшін оған бу жылу алмастырғышы бекітілген. Одан әрі газ және конденсат жазық төменгі температуралық сепаратураға бағытталады. Ол жерде конденсацияның максималдық қысымы және төменгі температурада жылдамдықтың көп азаюы салдарынан газ бен конденсаттың түпкілікті бөлінуі жүреді. Сепаратордың конденсат периодты түрде конденсаттық құбырға шығарылады, ал газ тоңазытқыш арқылы өтіп, әрі қарай өңдеуге бағытталады. Гидрат түзілуінің болдырмауы үшін қондырғыға метанол немесе диэтилгликол енгізеді. Біздің алдымызда беріп тұрған сурет вертикалды майлы шаң ұстағыш. Яғни майлы шаң ұстағыштар сфералық түрде бар, тік цилиндрлі ыдыс болып табылады.
Шаң ұстағыш 3 бөліктен тұрады. Төменгі жуғыш А бөлігі, онда майдың тұрақты деңгейі әрқашан ұсталып тұрады. Орта шөктіру Б бөлігі, онда газ майдың ірі бөлшектерінен ажырайды. Жоғары босату В бөлігі, онда газдың майдан түпкілікті тазалануы жүреді. Келесі бізде берілген сурет циклондық шаң ұстағыш. Циклондық шаң ұстағышта газды тазарту орталықтан тепкіш күшпен тамшылық ылғал мен қатты бөлшектерді шетке қарай лақтыруға негізделген. Сепарацияланған ылғал мен қатты бөлшектер циклонның дренаждық құрғату қонысы бойынша аппараттың төменгі бөлігіне тұнады. Ол жерден автоматты түрде дренаждық жалғаныстық арқылы өтеді. Газды күкіртсутек пен көмір қышқыл газынан тазарту. Күкіртсутек табиғи газдың қоспаларының бір бөлігі. Газды күкіртсутектен тазарту үшін қатты және сұйық жұтқыштар қолданылады. Қатты жұтқыштарға батпақ газында болатын темір гидроксиді активтелінген көмір жатады. Сұйық жұтқыштар қолданылатын сулы әдістердің ішінде жиі қолданылатындары этанол аминдік және клещатты содалық әдістер. Көмір қышқыл газы балласттық қоспа болып табылады. Оның табиғи газдағы мөлшері жоғары болғанда ғана газды күкірт оксидімен тазарту жүргізіледі. Келесі бізде берілген сурет газды күкіртсутектен тазарту сызбасы. Бұнда бізде берілді абсорберлердің төменгі және жоғарғы бөлігі және жылу алмастырғыш, булағыш бағана, қосымша қыздыру қайнатқыш және тоңазытқыш пен сепараторлар және сорғы бізде суретте көрсетілген. Яғни этанол аминдік ерітінді болат пен темірді коррозияға ұшыратпайды. Оған қоса ерітіндінің сілтілік салдарынан күкіртсутектің коррозиялық әсері төмендейді. Іс жүзінде тіпті өте аз болады. Сондықтан қондырғының барлық бөлігінде арнайы қорытпалар емес, төмен көміртекті болат пен шойын қолданылады. Бүгінгі сабақ бойынша сіздерге қысқаша ғана мәлімет бердім. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.